Сұлтанмахмұт Торайғыров 1883 жылы туылып, 1920 жылы қайтыс болған. Сұлтанмахмұт Торайғыров Ақмола облысы Қызылту ауданында дүниеге келген. Философ, ақын, әдебиет жазушысы болған. Сұлтанмахмұт Торайғыров қандай? Туғанда жүрген қандай, жатқан қандай? Жатқан сайын жамбасқа батқан қандай? Ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай? Тағы да жүрген қандай, тұрған қандай? Көңілді заманаға бұрған қандай? Сақта деп қозғалмастан жата беріп, сақшылдай күнге қызып құрған қандай? Ұмтылып ілгері аяқ басқан қандай? Пән оқып тарақиға асқан қандай? Басқалар жанын салып ұмтылғанда, басымыз шошып түсіп қашқан қандай?